Егер біз балаларға өз құндылықтарымызды қалдырғымыз келсе, онда біз оларға бұрынғы өміріміз жайлы шындықты айтуымыз керек. Менің нені түсінгенімді білесіздер ме? Өзіміздің өткен өміріміз жайлы тек жағымды емес, сонымен қатар жағымсыз жақтарымызды да қаншалықты көп бөлісеміз, соншалықты олардың өміріне ықпал етеміз. Осылайша олар өз ата-аналарының тірі адамдар екенін біледі. Сіздерге бір мысал келтіруге рұқсат етіңіздер. Бір кездері менің қызым өте әдепсіз әрекет етті. Осылай әрекет етуге болмайтынын түсіндіру үшін мен оған осы мысалды айтып бердім. Бір кездері мен күлкілі болсын деп қалжыңдаймын деп ойладым. Алайда кейінірек бұның өте әдепсіз екенін түсіндім. Бұл оқиға Мексикада мен тоқтаған шағын мәсіхшілік қонақ үйде болған еді. Неге екенін білмеймін, администратор қыз үнемі менің ығырымды шығаратын. Мен испаншаны жақсы білетінмін. Бір күні ол менен: «Джош, егер менен біреу ағылшынша қалың қалай деп сұраса, мен қалай дұрыс жауап бере алам? Көмектесші» деп өтінді. Рахмет, өте жақсы деп қалай айтуға болады? Яғни ол мұна «Como diga, muy bien, gracias» деп испанша айтқан еді. Қысқасы, егер біреу қалың қалай деп сұраса, рахмет, өте жақсы жауап бере аласың деп ағылшынша айтып бердім. Мен осы қылығым үшін қатты өкіндім. Мен оған қарадым да былай дедім: «Басымды қатырмаш». Ол «Не дейсің?» деп қайта сұрады. «Сен басымды қатырмаш» деп жауап беруің керек. Ол осыны ынтамен қайталады. Сол сәтте үстелшіге бір кәсіпкер келіп «Қалың қалай?» деп сұрады. Ал ол болса күлімсіреп оған «Басымды қатырмаш» деп жауап берді. Ал мен бірден өзімді біртүрлі сезіндім. О Құдай, мына жігіт оған қатты ашуланды. Ал жаңағы қыз болса өз кезегінде маған ашуланды. Сонан соң мен осы келеңсіз әзілім үшін одан кешірім сұрау мақсатында оған қайта оралуыма тура келді. Мінекей, мен осы оқиғаны қызыма айтып бердім. Сонымен қатар өз сөздері мен ойларына жауапты болу үшін, не айтып отырғандары жайлы ойланулар үшін. Осы оқиғаны әртүрлі кезеңде мен әрбір балама айтып бердім. Сол кездегі менің қылығым өте күлкілі болғанымен, шын мәнінде өте әдепсіз әрекет болды. Балалар тыңдаған соң: «Бұл шынымен бе әке?» деп олар сенбеді. Мен оларға «Я» деп жауап беретінмін. «Охо, сен мұндай нәрсе жасай аласың деп ойламаған едік. Сендердің әкелерің тағы неге қабілетті екенін білсеңдер ғой» деп ішімнен ойлайтынмын. Сонымен, балаларыңызға шындықты жеткізу үшін өткен өміріңізден тек жағымды емес, сонымен қатар жағымсыз қылықтарыңызды да үлгі етіп айтып беріңіз. Олар сізді одан бетер қадірлей бастайтынын байқайтын боласыз.